өзім де әлі күнге дейін таңғаламын осындай нәрсеге, қалай мен танымал болып кеттім деген сияқты. Мен кәдімгідей Тоғаев кәдімгідей мейірімді кісі екеніне көзім жетті. Өзге фотоға түсеміз дегенде жаман мейірімді екенін түсіндім кәдімгідей мен бір арман болды Сол камерада сен актерлықта болғың келсе, сен түс, қысылма, ұялма. Сен Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы президентіміздің қолын алуға тырыс. Қолын алып жатсаң, маған хабарла деген болатын. Бақдәулет, егер тағы да мүмкіндік болып жатса президентпен кездесуге, не айтатын едің? Сол кісі мен көргеніме қатты қуандым, мен сол кезде қатты шок болдым өзімде. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, бүгін бізде ерекше қонақ, соңғы уақыт әлеуметтік желіде таралған, хит болған біздің жас кейіпкеріміз. Таныс болыңыздар, біздің студияда Бақдәулет. Бақдәулет, қош келдің, қалайсың? Өте керемет, жақсы, көңіл-күй күшті. Шаршамадың ба? Аз күн бұрын ғана Астанадан келіпсің? Иә, біраз күн бұрын Астанадан келдім. Бақдәулет, өзің туралы кішкене айтып кетсең, нешінші сыныпта оқисың? Мен жалпы 5-ші сыныпта 27-ші мектепте оқимын. Мен осылай актерствоға қатысатын едім. Солай мен сол жерге барған болатынмын. Және де мен кішігірім боксқа қатысамын, актерствоға қатысамын. Енді кейіннен осы гитара берілген соң, ары қарай гитараны да тартып үйренсем ба деген ой. Бақдәулет, мысалы, сол видеоң хит болып кетті ғой соңғы кез, әлеуметтік желілерге тарап кетті. Сол кезде саған бірінші айтқанда сен қандай сезімде болдың? Өзіңді көріп, кім айтты саған бірінші болып сол видео туралы? Бірінші маған Еркінбек ағам айтқан. Сол кезде мен видеоны қарап көрген кезде қатты қуандым. Мынау мен ба, мен қалай салып таралып кеттім деп. Солай қатты жүрегімде қобалжу болып, мә бұлай танылам деп ойламаппын деп. Ол кезде де бірақ аз просмотр, аз лайк болғанымен мен соған қатты қуандым, мен басқа арналар салғанына. Ал қазір қанша просмотр болды, қанша лайк? Инстаграм жағын білмейді екен, бірақ тиктокта 2-3 миллион просмотр болды. Лайгын бұл жағын онша көрмеппін, бірақ просмотрын ғана байқадым. Көп адамдар сені батыл бала деп ойлап жатыр. Сен өзіңді батыл деп санайсың ба? Иә, әрине мен батыл болып, сәл өзіме сенген соң, ол жерде айта алдым деп ойлаймын, сол жерден шықтым деп ойлаймын. Мен өзіме сенген соң, сол өзімнің батылдығым арқасында сол жерде айтып, өзімнің айтарымды айтып қалдым. Сол сөздерің сол жерде шыққан шынайы ішіңнен эмоция болды ма, сонда дайындалған жоқсың? Жоқ, мен ештеңеге дайындалған жоқпын. Сол жерге келіп тұрған кезде сүйікті арнам Қазақстан екенін көріп, бұл Қазақстан ба деп сұрағанда иә деді. Сосын мен ол жерге шын эмоциямен, шын сөзбен айтып шықтым. Осы видеодан кейін өміріңде қандай өзгерістер болды? Байқалды ма, өмірің өзгерді ма, сыныптастардың қарым-қатынасы саған деген өзгерді ма? Жоқ, мен сыныптастарым бұған дейін де қалай болды, қазір де солай. Олар менің жеңісіме бұндай күшті шығып жатқаныма қуанды, бірақ үйтіп мені бүйтіп пайдаланып, досым деп кеткен жерлер де болмады. Бірақ одан кейінгі өмірім өзгерген жоқ, сол қалыпта қалай тұрып, қалай жаттым, солай жүрмін. Астанаға барып келген соң сені күтіп алу қалай болды? Мені күтіп алған Әбсәлем аға болатын, көрші ағам. Сол кісі бізді күтіп алды, сосын күшті деп бәрін мақтап, сосын жеткен кезде сол жерден үйдегілер отбасым шашып күтіп алды. Жарайсың деп сол кезде менімен бірдей ағам Қазақстан чемпионатын алып Азияға шыққан болатын бірінші орынмен. Сол кезде артынша сол ағам келді, үйде қатты қуаныш болды. Жалпы кішігірім мерейтой болды ғой үйде. Саған сол танымал болып, көп адамның назарында жүру ұнай ма? Иә, әрине ұнайды. Мен бұрыннан солай болғанын қалайтынмын. Бұрыннан шыққым келетін. Қазір шығып мен өте қуаныштымын. Өзімде әлі күнге дейін таңғаламын осындай нәрсеге, қалай мен танымал болып кеттім деген сияқты. Енді қазір өмірім сол бір қалыпта, ары қарай блог түсіріп, соны дамытсам деп ойлаймын. Сонда камерадан қорықпайсың, ашықсың өмірде де? Иә, әрқашан. Өмірде де ашықпын. Ол кезде Наурыз мерекесі болды ғой, дұрыс па? Наурызда сен не істеп жүрсің? Сол кезде біз 3 күн ғана дайындық уақыты берілді. Бірінші күні біз бардық, қай уақытта болсын сол жерде басында мен таппадым, кіретін жерімді кейіннен сол жердегі адамдарды тауып, сол жерде жүрген болатынбыз. Қарнымызды ашып, үйден алып келген тамақты кешке дейін соны жеп, және де магнумдарға барып тамақ жеп, солай күтіп дайындалып жүргенбіз. Біз ол жерде спикер болдық. Солай ертесі күнде дәл солай болды. Ал сосын сол күні, үшінші күні
Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы президентіміз келетін кезде, әкем жарайды деп алып келіп тастаған кезде маған айтқан болатын: саған ешкім теспейді, саған ешкім ештеңе істемейді. Сен Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы президентіміздің қолын алуға тырыс, қолын алып жатсаң маған хабарла деген болатын. Мен амандастым. Сол кезде келіңдер балаларыңмен бірге суретке түсеміз деді. Сосын мен қатты қуанып бардым. Түстік. Содан кейін мен қуанышпен қайтып оралып ана жерге барып отырған кезде Нұрғиса деген бала жылап тұрды. Сосын мен не болды деп барсам, бір уақытта Қазақстан телеарнасы жүгіріп келіп саған не болды деп. Негізі сол баланың арқасында мен сәл өзім айтарымды айттым десем болады. Сол бала жылап тұрған кезде Қазақстан арнасы келмей қалғанда мен мүлде бұлай болмастым еді. Сол бала президентіміз көрмей ғана қатты жылады. Сол досым. Мен де оған ойладым, қайта барсақ екен, Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы президентімізді досым көрсе екен деп. Бірақ сол кезде мен өзім сүйікті арнам екенін көріп, бұл Қазақстан арнасы ма деп сұрап бастағаннан кейін сол жерде сұхбат алып кетті. Сонымен мен қатты қуандым. Ақтарық әпшеге рахмет. Сол жерде мен сол кісінің арқасында шықтым деп ойлаймын. Сол кісінің арқасында осындай жетістікке жетіп отырмын. Президенттің қолын алдың ғой, иә? Иә, қатты қуандым. Тек қана қуаныш болма, сонда қорқыныш болған жоқ па? Президентіміз ғой бұл деген. Жоқ, қорқыныш болған жоқ. Біз ол кезде көп баламен жүрдік. Бізде ондай қорқыныш болмайды. Бізге апайымыз үнемі айтатын: қорықпай, саспай, сахнаны шын өмірдегідей алып шығыңдар, спикер болсаңдар да деп. Солай барлық балада қорқыныш болған жоқ. Бардық, сөйледік. Менен де басқа балалар ол жерде сұхбат берді, бірақ олар Қазақстаннан бөлек арналарға да сұхбат берген болатын. Сол жерде мен мүлде қорыққан жоқпын, мүлде қобалжыған жоқпын. Жай сәл өзімді өзім ұстай алмай қуанышта болып қалдым. Бақдәулет, егер тағы да мүмкіндік болып жатса президентпен кездесуге, не айтатын едің? Мен ол кезде Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы президентімізге қайтып барып, мен еліміздің дамып жатқанына рахмет айтатын едім. Еліміздің көркейіп жатқанына қуаныштымын деп айтушы едім. Және де ол кісімен бірде-бір өзім жеке сұхбаттасып, қайта бір видео түсіруімді сұрайтын едім. Себебі сол кісімен көргеніме қатты қуандым. Мен сол кезде қатты шок болдым өзімде. Қайтып кездессем, сол мүмкіндік берілсе, қайтадан мен суретке түсіп, қайтадан ол кісімен видео түсіретін едім. Бақдәулет, сен осы университетке, Қожа Ахмет Яссауи атындағы университетке бірінші рет келіп тұрсың ба? Иә, өмірімде бірінші рет. Мен бұл жердің тек сыртынан ғана көретінмін, күштілігіне тамсанатын, бірақ бірде-бір рет кіріп көрген жоқпын. Студиямыз қалай екен? Ұнап жатыр ма? Өте қатты ұнап жатыр, өте керемет, күшті. Түркістанда бұндай студия, бұндай жер бар екен бірінші рет біліп тұрмын. Қатты ұнап, қатты өзімде таңғалып отырмын. Оқуға түсер ме едің осы жаққа? Иә, әрине болып жатса, мүмкіндік болып жатса, осы жерге оқуға шығармашылық жағынан да түсетін шығармын деп ойлаймын. Адаспасам, сенің анаң да, әкең де осы университетте оқыған екен. Иә, екеуі де осы университетте оқыған. Осы Қожа Ахмет Яссауиде талай оқып, талай бітіріп, әкем осы жерден қонақ үйінде бастық болған. Солай анам да осы жерде педагог қой. Сол жерде 2 жыл оқыған. Сонымен екеуі де осы жақта оқыған білемін, және де бірінші рет келіп тұрмын, қатты таңғалып тұрмын. Қандай мамандыққа түсетін едің? Мен болып жатса актерство мен журналистикаға түсетін едім. Себебі маған өте қатты ұнайтын, қатты қуанатынмын осындай Қазақстанда да шығармашылық бар екеніне. Соған мен түскім келетін. Егер мүмкіндік болып жатса, шығармашылыққа түсермін деп ойлаймын. Үйде қанша баласыңдар, Бақдәулет? Біз жалпы әкемнің ағасы екеуміз, 2 адамның үйі мынау тұрған стакандай судай бірдей болады. 2 үйде бірдей. Сондықтан біз 2 үй болып араласамыз, ешқайсымыз бөлінбейміз. Менің туған ағам болмағанымен, сол жаңағы мен әкемнің ағасын ата деп атаймын, себебі біздің атамыз ерте дүниеден өтіп кеткен болатын. Әкем көрмей жатып, сол кезден мен ол кісіні ата деп атаймын. Сол кісілердің балаларымен біз мүлде айырылыспаймыз. Сол Ерасыл, Нұрасыл, Ернұр деген ағалар маған туған ағадай. Сол кісілер барлығымыз жалпы үйде балалардан 11 баламыз, үлкендерден 5-еу, жалпы 16 адамбыз үйде. Қиын емес пе сондай үлкен отбасында тұрған? Или керісінше күшті ма?
күшті, өмірі жиын болса бірге жиналамыз, біреудің туған күні болса бірге жиналып барлығымыз сыйлық беріп көңіл күймен бір жерде атсалысып тірлік істеу керек болса, біз де шақырады, біз де барамыз, біз бір-бірімізден қалыспаймыз, біз кәдімгідей бәріміз бір үйдің адамы, бір үйдің баласы сияқты, бір үйдің жалпы бір анадан туған бала сияқты бәріміз бірге жүреміз, ешқайсымыз бір-бірімізден айырылыспаймыз. Жалпы менімен жасты бала бар ол жақта да, және інімен жасты бала бар. Бала бар болғанда олар менің бауырларым, әрине менің анам мен апам бірдей уақытта туған. Мен 2015-пін, ал апамда да 2015 жылғы бала бар, бір таңғаларлығы. Және де менің анам 2016 жылы Алихан деген інім туса, апам 2016 жылы Ерсайын деген інімді туған. Және олардың туған күндері қыста, менікі көктемде, ал Ешнақтікі күзде. Біздің үйде 2-15, 2-2016 бар. Осы екі ағам Қожа Ахмет Яссауиде университетте оқиды. Және де олар да бұйырса біреуі енді басталып, екіншісі де енді бастап, енді олар да жақсы бітіреді. Біреуі 2-ші курс, біреуі 1-ші курс. Жалпы біз үйде осыншама 16 адамыз, біз барлығымыз ешқайсымыз ұрыспаймыз, бір-бірімізден қырылыспаймыз, бәріміз тату-тәтті, бәріміз 16 адам болып бірге тұрамыз. Бізге 16 адам болып тұрған ұнайды, біздің үйіміз үлкен, бірдей көшірмеде 2 үй бар, ортасында бірдей көшірмеде времянка бар, арт жағымыз үлкен үй, біз ешқашан ішіміз пыспайды, тірлік істеу керек болса да істейміз, бір жерге қонаққа бару керек болса бірге барамыз, тойға үйшімізбен бірге барамыз, ешқайсымыз айырылыспаймыз, ешқайсымыз жеке шықпаймыз. 16 адамбыз ба, 16 адам бәріміз бірге жүреміз. Қандай керемет. Қазір бізде мал мен тауық бар. Мен оларды ұялатын нәрсе емес, ол мен үшін бизнес болып табылады. Тауық менікі, жаңағы қой, қошқар, Ешнақ бауырымнікі, жаңағы менімен жасты келе жатқан. Мен тауық асырасам, ол қой мен қошқар асырайды. Сонымен қатар біз үйде тірліктер көп, бау-бақша бар, және бізде шөп жұлып, көп темір тасимыз. Жалпы үйде тірлік көп қой. Малдың үйін тазалаймыз, және тауықтың үйін тазалаймыз. Сонымен қатар бізде садик бар, садик алынған. Ол қанша жылдан кейін енді арендаға беріліп тұр, қанша жыл болды оның салынғанына, салынып келгеніне. Және біз сол жерде бұның шөбі өсте, сол жердің шөбін тазалап, бір жұмыс болса сол жерде де барып істейміз. Жалпы бітпейтін тіршілік қой. Шаршамайсың ба, мама қойшы, істегім келмейді деген кездер болмай ма сенде? Әрине арасында мама шаршадым деу болады, мама бірақ бар істеп келе бер, еш нәрседен ерінбе, еш нәрседен бүйтіп ерініп жата берме, одан да тірлік істеу өзіңе пайдалы деп. Мен атам, папам, ағаларым жүр тірлік істейміз деген кезде сәл де болсын, братан неге істей береміз деген не болады, бірақ сонда да біз шығып істеуіміз керек. Біз үйімізді таза ұстап, үйімізді жинап тұруымыз керек қой. Сол үйдегі тірліктер мен мектептегі тірліктің арасында балансты қалай ұстайсың? Қиын болмай ма? Мектепте көп тапсырмалар болса, мысалы? Жоқ, ол маған қиын болмайды. Маған қиын деген сабақ жоқ. Маған бәрі ұнайды, барлық сабаққа үлгеремін, оң берілген тапсырмаларымды да үйде орындап үлгеремін. Сонымен қатар анам жұмсаса, әкем жұмсаса, оған да үлгеремін. Ешқандай қиындық, ешқандай уайым деген менде жоқ, өйткені мен кішкентаймын, әке-шешемнің жанында, әке-шешем берген тамақты, әке-шешем берген затты ойнап, күліп, екі ортада жүре беремін. Маған ешқандай ауырлық, қиындық тудыртпайды, сондықтан бәрі маған еш уайымсыз, бәрі оп-оңай. Ал мектепте қандай пәндерді ұнатасың? Маған осы 5-ші сыныпқа келгенде Қазақстан тарих пен дүниежүзі тарих түскен болатын. Бізге ең біріншісінде Балжан деген апай берді. Балжан апай сабақты өте керемет түсіндіреді, және маған сол өзіміздің тарихымыз және әлемнің тарихы қатты ұнайтын. Сондықтан мен 3-ші сынып оқып жүрген кезде әпшем 5 оқыды. Сол кезде мен әпшемнің кітабын алып оқитын, себебі қатты ұнайтын. Енді қазір өзім оқып жатырмын. Маған өте қатты ұнайды дүниежүзі тарих пен Қазақстан тарих. Сонымен қатар маған математика ұнайды. 1-ші сыныптан бері маған қатты ұнайтын сабақ қазақ тілі мен қазақ әдебиеті, себебі өз тілімізді, өз әдебиетімізді біліп жүруіміз керек. Сондықтан маған қазақ тілі мен қазақ әдебиеті ұнайды. Содан кейін маған орыс тілі мен ағылшын қатты ұнайды, сосын орыс тілі де ұнайды. Жалпы барлық пән ұнайды екен? Ұнайды. Барлық пәннен 5 па сенде? Барлық пәннен 5, бірақ математикаға БЖБ-ға келгенде сәл қобалжу болады. Бірақ одан да әйтеуір бір бәле қылып алып шығып 5 қыламын ғой.
Мына сұрақты қойғым келіп отыр Бақдәулет. Мысалы, көп адам камерадан қорқады. Мысалы, психологиялық кеңес болсын, қандай кеңес беретін едің? Ашық болуға, эмоцияңды ашық жарқын көрсетуге, қысылмай сөйлеуге. Өзіңнің бір әдістерің бар ма? Менде жалпы ондай әдіс жоқ. Мен ешқандай әдіспен камераға шықпаймын. Мен кішкентайымнан үйде енді кішігірім туған күндер болып жатса, үйде өлең қосылса билеп кететініміз бар. Тілек айтқан кезде де мен камераға түсіп, сол кезден бастап ұялмаймын. Кімге жіберсе де, статусқа қойса да, себебі ол ұялатын нәрсе емес. Мен одан ұялу керек емес деп ойлаймын. Себебі ол камерадан біреу сені жеп қоймайды, біреу сені позор қылмайды. Сен ол жерде ары кетсе хейтерлер, мазақ қылатын адамдар мазақ қыла берсін. Сен кім не десе о десін, жақса болды өзіңе ғой жалпы. Өзіме жақса болды, өзіме оланса болды, кім не десе о дейсін. Маған мені қызықтырмайды, тек мен камераға түссем де, мені басқа біреу түсіріп жатса да, мен тек дұрыс жағымен түсемін. Маған түскенге қойшы қорқпаймын. Басқа адамдарға да кеңесім, мүлде қорқпаңдар камерадан. Камера сені жеп қоймайды, сені біреу позор қылып, сені жынды қылып жібермейді. Сен жай өзіңнің армандасаң, сол камерада сен актерлықта болғың келсе, сен түс, қысылма, ұялма, өзіңнің айтқаныңды жасап, өзің арманыңды істеп, сол камераларға түсіп жүрсең, сен ашыласың, сен өзіңді өзің дамыта аласың, және де өзіңді өзің бұлай камераның алдында да ақтап шыға аласың ғой. Бақдәулет, ана видеоң болды ғой. Қазір танымал болған видеоң ше. Сол кезде комментарияны ашып оқыдың ба? Қандай комментариялар болды? Иә, мен оқыдым. Кейбіреулер көп хейтерлер жазып жатты. Мынаған сөзді дайындап берген. Інім саған қанша берді екен деп. Сол мен ашып жауап берейін дедім де, бірақ мен екенімді біледі ғой деп біліп қойса да маған бәрібір, бірақ мен оларға жазғым келді, бірақ мен жазбағанды жөн көрдім. Себебі кім не десе о десін. Жалпы мен өзімнің де аккаунтым бар, ол жерге де хейтерлер жазса жаза берсін. Олардың жаман сөздері менің активім жалпы. Сондықтан мен олардың сөздеріне мән бермеймін, бірақ көп мынаған дайындап берген, мынау жай біреуге не істеп жатыр деп, біреудің артына кіріп жатыр. Сондай сөздер болды, мен түсінген жоқпын, неге олай жазып жатыр. Маған еш нәрсе дайындалып берген жоқ. Мен сол жерде барып өзі шынайы эмоциямды айттым, шынайы эмоциямды көрсеттім, шынайы сөзімді айттым. Маған ешкім дайындап, ешкім ақша берген жоқ болатын ол жерде. Мен өзімнің айтылған, өзімнің ойымнан шыққан сөздерді айттым. Айтса айта берсін. Маған бірақ ол қызықтырмайды, себебі тек өзімнің ойым, тек өзімнің арманым ғой. Негізінде көп үлкен кісілердің жақсы комментарий болды. Мынау болатын бала, дайындықсыз журналист болатын бала, мынаны шақыру керек деп. Сол біз барған күні айтқандай есімде болатын. Мынаны Казмедиаға шақыру керек деп. Мен сол кезден бастап Казмедианы тани бастадым, бірақ мен ойладым, жоқ, мен Казмедиаға кім шақырып жатыр ойбай, мен олай танымал болған жоқпын деп. Бірақ бір күні мен Казмедиаға шақырту келген кезде, сол кісінің Казмедиаға шақырту керек қой, мына баланы Қазақстанның өзіне алып бару керек қой деген комментарий есіме түсіп кетіп, біреулердің мен туралы ойлағаны, армандары қабыл болыпты ғой, дұғалары қабыл болған. Жалпы көп адам айтатын маған, сен бәдіксің, сөйлей бересің ұл басыңмен деп. Мен айтатынмын оларға, сен менде не шаруаң бар, сен өзің олай сөйлей алмаған соң маған сөйтіп айта берме. Сен айтсаң айта бер маған, олай бәрібір мен сенің сөзіңді елемеймін. Маған кез келген жерде көмектесетін өзімнің ойыммен, ой өрісіммен, тілім ғой жалпы. Мен көп жерде төбелескенде емес, жай ғана сөзбен шешкенде жөн көремін. Себебі қазір көп адамдар төбелесіп, сотталып кетіп жатыр. Сондықтан жай ғана ауызбен, тыныштықпен шешкен дұрыс деп ойлаймын. Онда біздің подкастымызды бітірейік. Бақдәулет, бүгінгі сұхбатымыз өте қызықты болды. Саған ұнады ма? Иә, өте қатты ұнады. Мен өзіміздің қаламызда бұлай подкастта болам деп ойламадым. Бұйырса мен осылай Түркістанда үлкен Казмедиа сияқты жер ашамын өскенде. Және де сол жерде осылай подкасттар жасаймын. Сол кезде осы жерді сол жерге көшіремін. Туақталып келгеніңе рахмет. Ал сіздермен қоштасамыз. Сау, аман болыңыздар.